Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін үйіңізде сүт, айран бітіп қалса, сумен жасалатын пирог. Оған бізге ұн керек, какао, қант, сұйық май, разрыхлитель, сахарный пудра үстіне себуге. Толық рецебін описаниясында жазамын. Салқын суымызға қантымызды араластырып аламыз. Оған сұйық майымызды араластырып аламыз. ұн мен какаомызды араластырамыз. ұн мен какаомызды араластырамыз. ұн мен какаомыз арасында енді разрыхлитель қосамыз. Жаңағы разрыхлитель, какао, ұнымызды араластырып аламыз. Міне суымыз бен қантымызды ертіп алдық. Енді бағанағы дайындаған ұнымыз бен какаомызды араластырамыз. Міне тестамыз дайын болды. Енді осыны сұйық май жағып құямыз. 180 градусқа 20-25 минут пісіріп аламыз. Қызып тұрған духовкаға. Сумен дайындаған пирогымыз дайын болды. Енді осынан үстіне сахарный пудра себеміз. Пирогымыз дайын, үстіне сахарный пудра септік. Астарыңыз дәмді болсын, маған тіркеліп кетіңіздер.